Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар? Бүгінгі видеода сіздерге Джозеф Мөрфидің «Құдайдың сыйлары менің сыйларым» деп аталатын дұғасын ұсынғым келіп отыр. Бұл дұға өте мықты және әрқашан жұмыс істейді екен. Көптеген адамдар осы дұғаны күнделікті естіп, айту арқылы өмірлерінде таңғажайып өзгерістерге куә болыпты. Бұл дұғаны таңертең және кешке күнделікті 21 күн тыңдағаны жөн. Және де тыңдай отырған кезде ең бастысы бұл сөздерді сезініп, іште қайталап тыңдаған жақсы. Яғни ең бастысы сезім және сенім. Барлығы энергия екен, ұмытпаңыздар. Ал бастайық. Құдайдың сыйлары менің сыйларым. Мен бүгінгі күннің әрбір сәтін Құдайды мадақтау үшін пайдаланамын. Тәңірлік гармония, тыныштық және молшылық менімен бірге. Құдайдың махаббаты жүрегімнен шығып, айналама жағымды әсер етеді. Дәл қазір Аллахтың махаббаты мені емдеп, сауықтырып жатыр. Мен жамандықтан қорықпаймын, себебі Құдай әрқашан менімен бірге. Мен әрқашан Құдайдың махаббаты мен құдіретінен құралған қасиетті жарығымен қоршалғанмын. Құдайдың сүйіспеншілігі, махаббаты, құдіреті отбасымның барлық мүшелеріне, жақсы көретін адамдарыма және өзіме де бағыт-бағдар беретініне, бізді сауықтырып жатқанына және қамқорлық көрсететінін сезінемін, растаймын, білемін және сенемін. Мен барлығын кешіремін, барлық кешірдім және барлық адамдарға, олар қай жерде болса да, тәңірлік сүйіспеншілігін, тыныштығын, мейірімділігін және махаббат нұрын шашамын, сыйлаймын. Менің болмысымның ортасында, менің әлемімде тыныштық орналған. Бұл Құдайдың тыныштығы. Осы тыныштықта мен оның күшін, құдіретін, басшылығын және қасиеттің, көмегін, сүйіспеншілігін сезінемін. Мен барлық жолдарымда Құдайдың қол астындамын. Мен махаббаттың, шындық пен сұлулықтың таза арнасымын. Менің бойымнан оның бейбіт өзені ағып жатқанын сеземін. Менің барлық проблемаларым Құдайдың санасында еритінін білемін. Құдайдың жолдары менің жолдарым. Айтып жатқан сөздерім өз жеріне жетеді. Дұғама жауап алатынымды білемін. Қуанамын, шүкіршілік етемін және соған разымын. Рахмет, рахмет, рахмет. Құдайдың сыйлары менің сыйларым. Мен бүгінгі күннің әрбір сәтін Құдайды мадақтау үшін пайдаланамын. Тәңірлік гармония, тыныштық және молшылық менімен бірге. Құдайдың махаббаты жүрегімнен шығып, айналама жағымды әсер етеді. Дәл қазір Аллахтың махаббаты мені емдеп, сауықтырып жатыр.
Мен жамандықтан қорықпаймын, себебі Құдай әрқашан менімен бірге. Мен әрқашан Құдайдың махаббаты мен құдіретінен құралған қасиетті жарығымен қоршалғанмын. Құдайдың сүйіспеншілігі, махаббаты, құдіреті отбасымның барлық мүшелеріне, жақсы көретін адамдарыма және өзіме де бағыт-бағдар беретініне, бізді сауықтырып жатқанына және қамқорлық көрсететінін сезінемін, растаймын, білемін және сенемін. Мен барлығын кешіремін, барлық кешірдім, және барлық адамдарға, олар қай жерде болса да, тәңірлік сүйіспеншілігін, тыныштығын, мейірімділігін және махаббат нұрын шашамын, сыйлаймын. Менің болмысымның ортасында, менің әлемімде тыныштық орналған. Бұл Құдайдың тыныштығы. Осы тыныштықта мен оның күшін, құдіретін, басшылығын және қасиеттің, көмегін, сүйіспеншілігін сезінемін. Мен барлық жолдарымда Құдайдың қол астындамын. Мен махаббаттың, шындық пен сұлулықтың таза арнасымын. Менің бойымнан оның бейбіт өзені ағып жатқанын сеземін. Менің барлық проблемаларым Құдайдың санасында еритінін білемін. Құдайдың жолдары менің жолдарым. Айтып жатқан сөздерім өз жеріне жетеді. Дұғама жауап алатынымды білемін. Қуанамын, шүкіршілік етемін және соған разымын. Рахмет, рахмет, рахмет.